Ассалаумағалейкум. Төбетшер қауым, бүгін біз Қараған ағамыздың үйіне тағы да қонаққа келдік. Бүгін күшіктерді тамашалап, алдыңғы бір көрсетілімде күшіктерді көрсеткен болатынбыз. Сол күшіктерді қалай, көп адам бізден сұрайды, күшіктерді қалай баптайды, қалай не істейді, сол жайлы көбірек мәлімет жинап. Аға, енді өзіңіз осы Қарадақтан, көбінесе осы Қарадаққа көп адамдар күшік сұрап, осы күшікті осыған ұрғашы қойып алып жатыр. Осының бір ерекшелігі қандай, аға, өзіңіз айтып берсеңіз. Ассалаумағалейкум, ағайындар, қалайсыздар? Бұл төбетті мен 28 күндігіне баққан. Бұл чемпион СНГ Қарабайдың немересі, Қарабастың баласы. Мені қазір 3,5-ға толды. Күшік алып жатыр, жақсылап баптап шығарып жатыр, жас күшіктерді. Бұл Қарабастың промой баласы, е? Қарабастың промой баласы, е. Жасы қаншада? Қазір 3,5-да. Бұл только племяға тұр, ұрыққа күшік алып жатыр. Күшік алғанға тұр ғой, бір сынған тестілеуге жалғы да. Сонымен қазір күшіктерін алып баптап жатыр, Құдай қаласа. Адамға жақсы, күшіктерге тимейді. Сіздің қазір басқа да төбеттеріңіз көрсек болады адам? Иә, бәрін көрсетеміз қазір, иншалла, Құдай қаласа. Осы бізден сұрайды, осы күшіктерден қалай баптайды, не береді, қандай, мысалы, вакциналар қалай, біз баққан күшіктер өліп қала береді деп жазады. Сол жайлы айтып берсең. Күшікті баққан кезде күшік деген ол кішкентай бала сияқты ғой. Кішкентай кәдімгі өзіміздің балдар сияқты. Майлы бермеу керек, ішін өткізіп қоймау керек. Ана корымды да жібітіп беру керек. Ана обезвоживание болады, сухой корм берсең. Сол понос болады, тамақты резко көп беруге болмайды. Күшік кезінде ет беруге болмайды. 2-3 айға жайлап сол корм беріп үйретесің. Ол ішіп өткен күшік интерит болады, артқа кетіп болады бір ай, 50/50 тірі қалады, өледі да. Сол үшін тамақты жібітіп, ана корымдарын қайнаған суға жібітіп, 1-2 сағат бұрын жібітіп қоямыз. Сол ішін өткізбей, ішін өткізбеуге тырысамыз. Көп адамдардан естимін, сиырдың сүтін емес, оны беруге болмайды деп. Жоқ, сүт беруге болмайды күшікке. Күшікке сүт бересің, іші өтіп, құртылады күшік. Интерит содан болады. Мені күшіктер 2 ай 7 күн болды бүгін. Мені мұна күшік Ақтауға кетті, Ақтау қаласына, Асқат бауырымызға кетті. Сол жаққа кетті, Құдай қаласа. Ал мұна күшік өзіміздің Америкада Жәнібек бауырымыз бар, бокстан, Жәнібек Әлімханұлы. Сол бауырымызға бүгін кешке кетеді подаркеге. Өзіміздің қазақтың батыры шетелде жүр, қазақтың атын шығарып. Бір достойны күшік берейік деп жатыр. Қасында ініміз жүр біздің Берік деген, бірге кеткен өздері шетелге. Қазақтың атын шығарамыз деп, міне сол жігітке кетеді, мына күшік подаркеге. Бұның линиясы қандай аға, линиялар? Бұлар жаңағы, мына шығарған жаңа Максимус, Спартак, Титан деген жаңа иттер бар ғой. Солардың ұяласы Бос деген Израильге кеткен, сол Бостың балдары бұлар. Ең бірінші балдары. Мұнаның аты Қазанбас. Мынау Бос, мынау Ахиллес, мынау мен өзіме алып қалғаным. Ең басы дәу. 17 килограмм шықты мынау. Ең арасындағы мықтысын өзіме алып қалғаным, мынау өзімізге қалады келешекте племяға, ұрыққа, селекцияға. Аға, енді бұл ұрғашыңыз әлі өзіңіз айтып берсеңіз. Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар тағы да? Бұл төбет мені қазір 1 жыл 5 ай болды. Күшік кезінде Тараздан сатып ағамыз 5 еркек 1 ұрғашын оптым. Соның арасында 1 ұрғашы қазір уже 2-ші рет туайындап жатыр, Құдай қаласа. Алдындағы күшіктерін сатып бергенбіз бәрін. 5 еркек 3 ұрғаш туған. Бұл Қарабастың немере қызы, Сарыбастың қызы. Максимус, Спартак деген төбеттерім бар менің, солардың ұяластары. Арасында бір-ақ ұрғашты ғой. Аға, енді бұл ұрғашыларды неге еркек итке қойған кезде қанша рет жабыстырғанда? Платина 3 рет тұрс қой, 3 рет жабыстырған, 3 рет. Страховкамен қоясың да, пустовать етпейді. Мен өзім 2 рет, 3 рет қоям. Бір адамдар сұрайды, осы ұрғашының ана жері күліп шығып кетеді, суық тиеді, сол жерлерді емдесе жазылама, ол қайт күшік дейін ма, сол жайлы сұрайды да, ол жайлы. Жоқ, ол кейбір ұрғашылардікі шығып тұрады шарик болып. Ол туады, кейбіреу тумайды. Мен өзім практикамда болған, 1-2 болған сонда ұрғашылар, бірақ туды да. Бірақ ол бәрі оны емдету керек, ветеринарға апарып, кесіп аптастайды, оны өзін маманына көрсету керек, по-любой.
Міне мына ұрғаш. Ондай моментте өзіңіз тек маманға апарып көрсетесіз. Маманына көрсету керек ондай моментте. Бұның күшіктерін қазіргі таңда саттыңыз ба? Бұның күшіктері 300 мыңнан кетті, еркектер 200 мыңнан ұрғашылары алдындағыдан қамады. Қазір енді өзіміздің сырттан деген Қаракенен немересі бар, Қорғанның баласы Қытайға кеткен. Сол төбетке қойдық. Осы 3 күн болып тоқтады иншалла. Енді күшік күтеміз енді 2 айда. Бізден көп кісілер осы сізден күшік алуды сұрайды. Оларға қалай сізге сіздің күшігіңізге қол жеткізсе болады? Қол жеткізгенде звондап жатыр адамдар. Қолдан келгенше алатындар алып жатыр. Көп адам шықты. Қарағандыдан алды. Мынаны ұяласы кетті. Бос деген Израильде қазір. Израильге кетті. Сол сияқты ғой, адамдар шығып жатыр. Күшік қамай жатыр бірақ, өзіме қамай жатыр. 1 айға жетпейді. Міне мына жаңағы төбет Қарабас немересі, Сарыбастың баласы. Жаңағы алдыда өткен Багира, Спартак солардың ұяласы. Бұл қол көте 90. Бұл төбет кішкентайынан бағып жатсыз? Күшік кезінен, кішкентай кезінен 1,5 айынан сатып алғанбыз бәрін Тараз қаласынан. Міне өсіп жатыр Құдай қаласа. 990. Аты Титан. Титан. Уже 1 рет шығардық тестілеуге, 1 жыл 5 ай болды қазір, ұтты Құдай қаласа, иншалла. Бұл иттер қанша жасқа дейін өседі аға? Иттің бойы 1,5 жасқа дейін өседі ғой. Максимум 2 жасқа дейін. Ары қарай ит уже тоқтайды, наширеніп кетеді. Осы неге тоқтайды? Нарост болды міне, осы қазір 1 жыл 5 ай болды. Осы өссе 1 сантиметр өседі, бірақ уже тоқтайды да. Осы 1,5 жасқа дейін ит өсіп болады ғой, ары қарай наширеніп кетеді ғой, жалпаяды ғой. Бұл иттер таңдап жатқанда қалай таңдайсыздар бұл? Күшік кезінен қарап, мысалы тұмсығына или несіне қарап білесіздер? Жоқ, күшік кезінде экстерьер онша білінбейді. 3 ай, 4 айлық кезде өзгереді. Тіс ауысады, молочный тіс. Сол кезде күшік өзгереді, сол кезде білінеді күшіктің қандай болатыны. Ол кішкентай кезде бәрі әдемі, томпақ бола береді, адамда сол ғой. Ол өскеннен кейін білінеді оның қандай болатыны. 3-4 айында қандай вес болатыны білінеді ғой. Мынау да қара, Сарыбастың баласы, Қарабастың немересі. 1 жыл 5 ай жаңағы Багираның ұяласы, жаңағы қарала ұрғашының. Уже 1 рет тексердік, иншалла ұтты, ертең 19-на тағы да шығарамыз. 85 килограмм где-то қазір салмақ, Құдай қаласа. Бұның адамға сәл мінезі бар. Шустрый, легкий бес сияқты қимылдайды. Ай, молодец. Міне, мына күшікке бүгін 24 күн болды. Енді 1 айға шыдай алмады Ырысбек енді. Алып кетті, бүгін подарок еттік. Ырысбек врачкаға менің атымнан подарка. Енді ұрғаш үшін берем, Құдай қаласа жақында 5-6 күнде. Қазір мынау 24 күндік күшік, 4 килограмм, Қарадақтың баласы. Құдай қаласа жақсы чемпион болсын, жақсы төбет болсын, от души. Міне, басында жүрегі бар. Огонь, огонь. Міне, Ырысбек, Құдай қаласа мынау Қаракенен немересі, Қорғанның баласы, бұның әкесі Қытайда. Сон баласы асты Ақбасар. Қазір осы біздің Қарабастың қаны, только Қарабас қой. Соған мына Қаракенен қанын қостық, жаңағы Багираға осы итті қашырттық. Құдай қаласа жақсы күшіктер түседі, иншалла, бұйырғаны болады. Міне, мына төбеттің аты Арлан. Бұл анау Мага бауырымыз бар, Чапаевкеде. Сода Шаман деген ит болған чемпион мир. Соның немересі, Шаманның баласының баласы. Бұл да супертяж. Қазір 1 жыл 8 ай болды. Бұл өз басқаша линия енді. 1 жыл 8 ай дәуит болады бұл да. Уже 2 рет жібердік, жақсы. Міне Ырысбек, мына Қарабай, Құдай қаласа міне 2-ке толды иншалла. Қазір ровно 70 килограмм. 72-ке тестілеуге шығарамыз енді. 1 рет шықты өткенде Алматыда. Енді тағы шығарамыз Құдай қаласа. Сұлу төбеде екен. Молодец. Қарабастың баласы. Мынау қатты семіріп кетті, 70 кило болыпты. Міне ағайындар, осы төбеттер жақсы иттер шығып жатса әлі шығамыз Құдай қаласа. Давайте төбет көбейтейік, төбет бағайық. Міне бүгінге иттер осы пока төбеттер. Иншалла міне Қарабай. Құдай қаласа будущий чемпион. Енді аға осы біздің көрермендерге
осы итті баптап атсыздар, төбеттерді дамытып атсыздар, соның мақсатын айтып берсеңіз болса. Мақсат болғанда былай ғой, ассалаумағалейкум ағайындар. Мына төбет деген біздің ол бұрыннан келатқан қазақ өзі жаңағы атқа мініп, жаңағыдай қасқырға аңға шығып тазымен аңшылықпен айналысқан. Сол үшін бұрын төбеттер майда туын. Қазір мына басқа елден алдырып, селекция қылып, ірілету мына біздің төбеттерді мировой аренаға шығару, шу шетел бірсін деп. Бұл ит деген бұрыннан келеді, мына жеті қазынан бірі. Ол жеті қазынан бірі, барлық қазақтың үйінде ит бар. Мына интернетте адамдар жазып жатыр, қазір қасқыр жоқ қой дейді. Мына қалада тұрған көп жігіттер, адамдар білмейді қасқыр. Ауыл жерде қасқыр көп. Мысалы үшін ол қасқырды қорғайтын ит керек, жақсы төбет керек, дұрыс па? Малды қорғайтын қасқырдан жақсы төбеттер керек. Оның бәрін Охот Союзға ақша төлеп, қайта-қайта шақырта бермейді ғой, дұрыс па? Ол Охот Союздан қашан келеді деп қасқырлар күтіп отырмайды ғой, бізді қашан атып алып кетеді деп, дұрыс па? Сол сияқты итті мынау тестілеу не маңыздылығы? Маңыздылығы бұл жерде иттің характерін, мынау жүрегін тексеру. Мына кейбір иттер бар, даже салют атылсақ, будкісіне кіріп кетеді. Мынау тестілегенде екі иттің характерін, духын бір-бірімен төбелескен кезде байқалады. Вот сондай жақсы линия, мысалы үшін чемпион шығады бір салмақтан, сол төбеттердің күшігін көбейтіп, мына қойшылар, шопандар сатып алып жатыр, өздеріне жағдай келгенше айтады, лайықты бағада айтып қолдан келгенше беріп жатыр, малдарын қорғайды. Сөйтіп ол бір, екіншіден мына біздің төбеттерді уже қанша ел біледі. Мен өзім қазір Израильде бір күшігім, бір жас 2 айында саттым сол жаққа. Қытайда бір итім жүр, Қырғызстанда жүр. Оның өзі мына біздің иттің мықтылықтары. Сол жақтан бізден спрос қылып алып жатыр. Егер мықты болмаса, не алады алып? Бізге Түркмения келді төбелесуге кезінде. Түркмениямен төбелестік. Мысалы үшін түркмендердің иті, біз Түркменияда итке ескерткіш қойған, олар өте жақсы қарайды итке, атқа, итке. Ал бізде енді бұрыннан келатқан өзіміздің мына Атамұра дедік қой, жеті қазынан бірі болған соң бәріміз төбет жақсы көреміз. Мына қазір жастар түсінбейді оны. Жаңағыдай қасқыр жоқ қой, анау жоқ қой, мәселе қасқырда емес, мәселе мына біздің төбеттерді дамытып, өзіміздің төбеттерді мына Россияда шығарып жатыр қазір төбеттер. Әр елдің өзінің төбеттері бар, дұрыс па? Өзі мерде белгілі болады. Мынандай төбеттер бірінші орын, екінші орында тұрады. Сондай бір жақсы бір деңгейге жеткізіп біздің төбеттерді міне басқа елдермен тестілеуге барып, өйстіп селекция қылып, дамытып, жаңағы анау видеода өзің түсірдің, иттер, күшіктер өзіміз өсіріп, өйстіп дамытып, мынағанмен мынағанды шатыстырып жатыр, сөйтіп шығарып жатыр. И көп мына комментарияда жазады, мынау төбет емес дейді біреулер. Ол төбет болмаса ол не енді, аю емес шығар, дұрыс па? Ит. Просто мынау уақытына келгенде, мынау біздің өзіміздің ит дейміз ғой, төбет дейміз, түркмендер алабай дейді, Кавказда кавказский овчарка дейді, сол сияқты. Біздің өзіміздің төбеттердің атын шығарып, дамытып, мировой аренада дамыту үшін біз осы тестілеуді өткізіп жатыр. Иттің характерін тексеріп, ол ит бізге керек. Мына мысал үшін қанша жағдайы бар адамдар бар, сигнализация қояды. Қазір не бір мошенниктер бар, не бір хакерлер бар, любой сигнализацияны бұзып жібереді, дұрыс па? Ал есік алдында 80 кило, 90 килолық ит жүрсе, қалай кіреді? Екі ит жүрсе мысал үшін жейді ғой любойын, дұрыс па? Сол сияқты ит деген үйге охранаға керек. Ол иттің жүрегін тексеріп, содан мына тестілеуде иттің өз духы білінеді. Кейбір иттер бар, адам сияқты, ит те кәдімгі адам сияқты төбелесіп жатқанда күш жеткенше көреді, болмаса қашып кетеді жаңағыдай. Көп травма алмайды, бәрін ветеринар болады рингте, бәрін судья болады, төреш болады, бәрін қарап өзіміз қадағалап жүрміз ғой. Біздің мақсат осы төбеттерді дамыту. Мына жас балдар төбет бағып жатыр, күшік сұрап жатыр. Қолдан келгенше әйтеуір жағдай жоқ балдар сұрап жатыр, береміз енді. Зато жас балдар төбет бақсын. Қазір наркотиктің түр-түрі көбейіп кетті. Қазір анау даже кинолар шығып жатыр, миф дейді ма, меф дейді ма, әртүрлісі. Мысалы үшін жас балдардың көбісі соған отырып қалған. Оған отырғандар өліп жатыр мысалы үшін. Ертең бізде қандай болашақ болады? Лучше ит бақпай ма? Ит бақса қырға ит жүгіртеді, күнде итпен заниматься етеді, зато спорт, дұрыс па? Чем наркотик иіскеп, наркотик шеккеннен гөрі ит баққан дұрыс емес пе жас балдар?
Сол ғой біздің мақсат мына жас балдарды төбет бағып, мына төбетті көбейтіп, өзіміздің қазақ төбетті. Сол бірінші мақсат. Мына біздің өзіміздің тестілеу өткіземіз, сол жерде төреші Мұрат деген мына інім өзімнің. Құдай қаласа бүкіл Қазақстан біледі, үлкен жерлерде төреші болып жүр, төбетті жақсы түсінеді. Өзіміз осы төбетті жақсы көрген соң, осы баланы Шымкентте қойдық. Өзі Шымкент бар, тағы басқа қалалар бар, барлық жерге шақырады, барып төрешілік қылып жүр. Өзі бір-екі ауыз әңгіме айтып берсін. Бұл тестілік, мысалы, өзінің правиласы бар дейді. Сол правила жайлы өзіңіз бір жеткізіп берсеңіз аға. Ассалаумағалейкум. Бұл правила дегенде бұл иттің бұл жерде мақсаты итті сындыру емес, мысалға. Итті қан жасап, талап, оны өлтіру емес. Әр иттің өзінің ережесі бар. Мысалға, ит өзі қорққанын білдіреді. Бұл жерде итті судья болу бөлек, иттің жанын түсіну бар да, бұл жерде. Ол иттің жанын, сырын түсінбесең, ол әшейін әңгіме да. Мысалға, қорққан ит, мысалға, ит барасың үлкен бойларда уже отылып атса адам жер тұрады, бұларды иттер уже қыңсылдай бастайды, жайлап тіс ұра бастайды. Мысалы, замечаниемен. Бұл жерде итте замечание болады, мысалға. 3 замечание алған ит уже проигрыш та, ұтылыс деп есептеледі. Егер де тағы да бар, ұтылған ит құйрығын қысып уже қашады. Одан кейін иттен 5 метр кетсе ережесінде уже ұтылу деген сөзі. Бұл жерде иттің до конца оны қансыратып, оны өлтіру емес мақсат. Иттің жанын түсіну, осы ережесімен. Мысалы, иттер жарақаттанып қалған мақсаттарда қалай болады ол? Егер бізде негізі, үлкен ағаларымыз жазып берген өзінің правиласы бар ғой, негізін итті, мысалы, венасы кетіп, қансырап атса, уже біз егесіне ескертеміз. Бір рет айтамыз, екі рет айтамыз, білмесе, қатты қансыратса ажыратып жүруге ақымыз бар да, негізінше. Бұл жерде итті қансыратып өлтіру емес қой мақсат. Бұл жерде иттің жүректілігі мен мықтылығын тексеру. Правила сол үшін жазылғанда бұл жерде ереже. Ереже болмаса ол болмайды. Мысалы, питбуль дегенде бар, оларда ереже жоқ, оларда до конца жағы сынады, өледі, өлген кейін апарады да. Бізде ондай емес та. Енді аға, осы бізде төбетті фирма дейді, алабай фирмалар бар, мысалы, біз сондай мағынеге қашан жетеміз? Енді сол дәрежеге енді жайлап кеп атырып қой, енді любой нәрсе бірден басталмайды ғой. Бәрі жайлап болады. Бізде бұрын айтып отырмын ғой, бұрынғыға қарағанда қазір төбет бағатын жастар көп. Бұрын бір Шымкентте осы бір 20-25 жыл бұрын санаулы адам тоғын, бір 5-6 адам саусақпен санайсың да. Ал қазір көп төбет бағатындар, өткен қызығушылық көп. Мысал үшін бір төбетті өсіресің, баптайсың, суытасың, көкпардың аты құсап, шығарасың, тексересің. Егер төбетің жақсы болып чемпионаттарды ұтып атса, сен оның күшіктерін сатасың. 50 мың, 100 мың, 150 мың, жас балдар ұрлық істегеннен гөрі жаңа ит бағып, күшігін сатып, зато ешкімнен қарыз сұрамайсың, ешкімге жалынбайсың, дұрыс па? Әйтеуір өзінің расходын өзі жабады да. Сол ғой. Ол уже тестілеуден өтіп чемпион болған иттердің күшіктерде спрос болады. Уже ол иттерді бүкіл ел таниды. Даже шетелдерден сұрайды сондай иттердің күшіктерін. Өйткені сол қанды баққысы келеді. Біздің мақсат осы Қазақстанда мықты өзі бір 7-8 қан бар өзі. Төбеттердің өзі линия дейді ғой. Сол линия бар. Соның арасында мықтыларын шығарып, сол линияларды, сол төбеттерді көбейту ғой, сол қанды. Сол линияларды атап бере аласыз ба? Көп адамға мысалы сұрайды, мынау линия жайлы дейді. Өзіңіз ұнатқан линиялар. Атап бергенде бұрын Мойнақ деген иттер болған бізде, Қайтпас деген иттер болған, Россияға кеткен Қайтпас. Қазір сол Қайтпастың немере, шөберелері чемпион болып жатыр сол жақта. Бізден кеткен төбет. Сол линиялар. Қазір ол старый линия дейді оларды. Старый линия. Қазір новый линиялар шығып жатыр. Міне айтып отырмын ғой, өткенде Мага бауырымыз алып келді, Пиратты алып келді. Шетелден қазір жаңа ақшасы бар жігіттер, басқа шетелдің жаңағыдай чемпион болған иттерін алып келіп, біздің иттермен шатыстырып, әйтеуір селекция қылып шығарып жатыр ғой.
Ал мен өзіме қарабас ұнайды. Мен только қарабастың қаны мағам. Қарабас өзімізде бет болат бауырымыздан шыққан төбет, оны білесіңдер, Қазақстан төбеті. Сол қарабастың қанын қазір мен алып басқа иттермен шатастырып, бүйтіп селекция қылып, күшіктерін ірілетіп шығарып жатырмын да қолдан келгенше. Енді әркім енді өзінің қолынан келгенін істейді. Кейбіреулер кішкентай ит бағады, жағдайына қарап бағады. Енді үйреніп жатқандар жаңағыдай кішкентай иттен бастайды. Енді мен мынау уже кішкентай иттер бағып болдым. Уже көрдім, уақытың зря кетеді екен да. Мына үлкен ит жақсы екен. Содан кейін қазір мына үлкен төбеттерді бағып, в общем, мировой аренаға жаңағы Қазақстан төбеттерін бүкіл ел білсін деп соған жұмыс істеп жатыр. Үлкен күшіктер шығарып, қазір жаңа күшіктер түсірдім, көрдім қазір 2 айлық 17 килограммнан. 1 жасар күшіктерім 80 килодан. Сол сияқты ғой. Бұның бәрі мынау жұмыс істеп, занимация етіп, бір қан мен бір қанды дұрыс шатыстыру, бір-бірімен селекция қылып, оның өзі үлкен жұмыс қой. Енді ондай жетістікке шетелдерге кез келген адам осы күшікті алуға возможность болатын күн болады ғой сізде? Иә, возможность ол қазір де бар. Айтып отырмын ғой, қазір бір күшігім, жаңа бос деген, жаңа үйдегі жүрген күшіктердің әкесі, қазір 1 жыл 5 айлық Израильге сатып алып кетті. Даже Инстаграмда жүр нелері. Айтып отырмын ғой, біреуі Қытайда жүр, біреуін Қырғызстанға, басқа елдерден звондап сұрайды, доставка қылып жібереміз. Әйтеуір өзінікін ақтайды, ешкімнің ала жібін аттап, ешкімден ақша тартып алып, ешқандай ұрлық қылып жатқан жоқпыз. Әйтеуір осы пейнетімізбен күшік бағып жатыр, әр күшік $1000 кетіп жатыр, 500 мыңнан да кетіп жатыр. Кішкентай 2 айлық күшіктерді өзін ұнаған адам алады. Бәрі үлкен ит, жаңағы есік алдында 80-90 килограмм ит жүрген жақсы ғой, дұрыс па? 50 кило алып кішкентай иттің көзі. Сол сияқты үлкен ит бәрі ұстағысы келеді. Сол үшін мен сол мынау әртүрлі ұрғашыларды күшігінен өзім сатып алып, өсіріп, өзімнің иттерімен шатыстырып, сөйтіп күшігін шығарып, өсіріп жатырмын да. Келешекте шығарамыз, бұйырған болады әйтеуір. Жақсы аға, сұхбаттарыңызға. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы аға, рахмет сұхбаттарыңызға.